Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз үстел үсті ойындары. Негізі мектеп жасына дейінгі балалардың ең маңызды ойларын дамытатын үстел үсті ойындары өте маңызды екен. Мысалы, айта кететін болсақ, құрастыру, жаңағыдай домино, теңін тап, әрқайсының жануардың болмаса ыдыстардың өзінің теңдерін ішіне тауып орналастырады. Ойын барысында балаларды тез ойлануға, әр балаға жұптықта, бұл топтықта болады. Әр балаға беріп, әрқайсысы бұлар ою өрнектің жұбын табады. Бұл біріншіден өзіміздің қазақтың дәстүрлерін, ою өрнектері, қандай ою өрнек, соны білуге және ойлау қабілеттерін дамытады. Қоямыз жасырын жабық тұрады. Бала көлеңкесін, бұл жерде көлеңкесін тап деген ойын, көлеңкесін табады балалар. Жаңа айтып кеткендей, оюларды тап деген бар, көлеңкесін табады балалар. Әр. Сосын бізде міне жұптық, топтық ойын бар бізде. Әр топқа бөліп балаларды көлеңкесін табады. Мысалы, ұлттық тағамдар, мынау жаңағы ою өрнектер, ұлттық киімдер. Бұлардың бәрі әр бала өзі әрқайсысын алып келіп, мысалы, ұлттық тағамдар тұрады. Ұлттық тағамдар қояды өздері. Ұлттық киімдер. Міне, бұл жерде балаларға біріншіден ұлттық киімдер туралы түсіндірме жүргіземіз. Келесіде ұлттық тағамдар туралы. Біздің қазақ ұлттық тағамдар қандай? Мысалы, жент, сүт. Келесі ұлттық киімдер қандай? Мәсі, кәжекей, саукеле. Және де ұлттық ойындарымыз бар. Ұлттық ойындар балалар суретке қарап, өздері қойып шығады. Мысалы, арқан тарту, көкпар, қыз қуу. Аққала қай мезгілде жасалады? Аққала дегеніміз қандай түсте демекшімін. Әр құрастырған суретке сөз құрастырып, әрбір сөзден әңгіме құрастырамыз. Және екіншіден сандар, бірден бастап онға дейін балалар ретімен қойып шығып, үйренем үстел ойынын құрастырдық. Мысалы, әрбір жолға 3-4 түстен араластырып қоямыз. Мысалы, 5 саны болса, 3-4. Әр жолға балалар өз түсін жинап алып келу керек. Мысалы, көк түсті бірінші жолға десе, көк түсті бала бірінші жолға жинап алып келеді. Ақ түсті екінші жолға десе, ақ түсті екінші жолға, сары түстіні. Біздің үстел үсті, бұл да енді жұптық, топтық ойын десек те болады. Кубик 1-ден 10-ға дейін цифрлар жазылған. Балалар келіп, оны тастайды. Тастамастан бұрын бізде 1-ден 10-ға дейін цифрлардың астында ұлттық тағамдар, ұлттық киімдер, ұлттық ойындар жасырылып тұрады. Әрі екі баладан жұптық ойын, екі баладан келіп, бір-бірден тастайды. Мысалы, 3 деген сан түссе, 3 деген цифрды ашады. Бұл жерде не тұрғанын айтады. Мысалы, домбыра ұлттық аспабымыз деп. Әр жасырылған цифрдің астындағыларды айтып шығады балалар. Бұл біріншіден өзіміздің ұлттық құндылығымызды дәріптеу, ойындары, ұлттық ойындар. Асық ойыны, көкпар, қыз қуу, ұлттық аспаптарын жетіген, қобыз. Және ұлттық асығымыз бар, код. Келесі ойын бізде шертпек, қазақтың ұлттық ойынымыз біздің шертпек. Бұл жерде асықтарымызды рет-ретімен қойып шығамыз. Бұны топтық ойын десек те болады, жеке бала келіп ойнаса да болады. Асықты шертпек ойыны демекші, шертеміз. Қайсын біреуіне асықтың үстінен кетті, бір асық алады. Келесі екеуін асықтан шықпады демек жеңілді. Солай міне үшіншіге, төртінші үстіп шертіп ойнайтын ойын. Бұл жерде бізде біріншіден балалар түстерді ажыратады. Екіншіден тез ойлау қабілеттері, тез ойлануға, ойларын дамытуға және жылдамдыққа үйретеді. Бұл енді жұптық ойын. Екі бала екі жақта тұрады. Ортада асық болады. Екі бала екі жақта дайын тұрады. Жүргізуші, мысалы, жасыл түс дегенде екі бала жасылды. Жасыл, сары дегенде сары, көк дегенде көк, асық дегенде асықты алу керек. Жасыл, ақ, қызыл, асық.
Biz sana. Biz taşamiz. Qizlarimizning o'ttiq o'yini arqon tortuv. Yeka. Қазақтың ұлттық ойыны көкпар. Aha.